65 миллионнан басталады. Тұрсын Алагөзов Атқанбек Юлдашевқа су жаңа көлік сыйлады. Сәлем достар, сіздермен бірге Ньюс.kz арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Отандық продюсер, актриса Баян Мақсатқызының күйеуі Тұрсынғали Алагөзов өзбек әншісі Атқанбек Юлдашевқа қымбат сыйлық тарту етті. Ол өнер иесіне су жаңа Эскаладе маркалы көліктің кілтін ұстатты. Аталмыш көліктің нарықтағы құны 65 миллион теңгеден басталады. Біздің бауырлас қазақ халқының атынан ағамызға сыйлаймыз. Мен сізге денсаулық пен бақыт тілеймін, махаббат тілеймін, деді кәсіпкер Тұрсын Алагөзов. Желіге жарияланған видеодан кәсіпкер мен әншінің автосалонда тұрғанын байқауға болады. Қып-қызыл Эскаладе көлігін көргенде Атқанбек Юлдашев қуанышын жасыра алмады. Көлікке сөзім жоқ, өте керемет екен. Мен бұған мінуге қорқып тұрмын, деді өнер иесі. Әлеуметтік желі қолданушылары бұл видеоға өз пікірлерін білдірді. Құтты болсын, бұл кісі қазақтарды құрметтейді, тілін сыйлайды. Әнінде қазақша айтады. Дұрыс болған екен. Алагөзов мәрттік жасапты. Атқанбек жақсы әнші, өнерін бағалаймын. Өзіміздің қазақтарды жарылқамаймас одан да. Өте қымбат сыйлық жасапты, бірақ оны не үшін берген? Атқанбектің емшілік қасиеті бар еді, Тұрсынды оқыған шығар. Атқанбек таза қазақша сөйлейді, ал біздің қазақ қасында орысша сөйлеп тұр. Ұят-ай деп жазды көпшілік.